Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз 9-шы сыныптың физика пәнінен атом құрылысы бөлім бойынша жиынтық бағалау есептерін шығаратын боламыз. Ендеше бірінші есептен бастайық. Суретте берілген құрылғының X металл бетіне монохроматты ультракүлгін сәулесі келіп түседі. Көріп тұрғандарыңыздай. Және монохроматты ультракүлгін сәуленің X металл бетінен түсуі салдарынан электрон электронның жаққа шығып, Y электронның бетіне жиналады делінген. Бізде мына жерде екі тапсырма сұралған. Біріншісі ол жоғарыда көрсетілген құбылыс қалай аталады. Қандайды бір сәуленің әсерінен электродтардың ыршып шығу құбылысын біз фотоэффект құбылысы деп атаймыз. Сондықтан біздің А бөліміндегі сұрақтың жауабы фотоэффект құбылысы. Келесі Б бөлімінде бізде бұл құбылыстың техникада қолдану аясына мысал келтіріңіз. Жалпы фотоэффект құбылысы күнделікті өмірде көптеген салаларда өзінің қолданысын тапқан. Бірнешеуін тізіп шығайық. Біріншілерінің бірі бұл энергетика саласы. Нақтылайтын болсақ, күн батареясына, біз қолданамыз. Тағы бір қолданыс аясы ол бізде өрт сөндіру. Бұл жерде бізде фотоэффект құбылысы бұл өрт детекторларды жасауға керек. Және де медицинада қолданылады. Бұл жерде әсіресе рентгендік талдауларда. Енді екінші есепке көшейік. Бұл жерде біз мыс үшін фотоэффектінің ұзын толқынды шекарасы 282 нанометр. Электрондардың мыстан шығу жұмысын табыңыз. Мен мына жерде берілген жазып қойдым. 282 нанометр. Бұл бізде толқын ұзындығы. Халықаралық бірліктер жүйесі бойынша біз нанометрді метр күйіне айналдыруымыз керек. Ол 282, оның -9 дәрежесіндегі метр болып жазылады. Келесі бізде есепке шығару үшін бізде екі тұрақты шама керек. Олардың біріншісі бізде Планк тұрақтысы. Планк тұрақтысы бізде 6/163 көбейтілген оның -34 дәрежесіндегі джоуль көбейтілген секундқа тең. Және де жарық жылдамдығы 3 көбейтілген оның 8 дәрежесіндегі метр бөлінген секунд. Бізде табу керек шама ол шығу жұмысы. Ендеше біз білетін шығу жұмысына арналған формуланы жазайық. Ол бізде Планк тұрақтысы көбейтілген жиілік, минимал жиілік тек. Сонымен қатар біз тағы да жиіліктің жарық жылдамдығы арқылы жазылатын түрі бар. Жиіліктің өзі бізде жарық жылдамдығы бөлінген толқын ұзындығы. Жиіліктің орнына осы формуланы қоямыз. Сонда бізде А шығу жұмысымыз H көбейтілген, мынаны қоямыз. Жарық жылдамдығы бөлінген толқын ұзындығы. Бізде барлық үш шамада берілген. Енді есепті шығарсақ болады. Мәндерді қоямыз. Және есептеулер бойынша біз 7 көбейтілген оның -19 дәрежесіндегі джоуль деген жауапты аламыз. Яғни толқын ұзындығы 282 нанометр болған кезде біздегі мыстан шығу жұмысы 7 көбейтілген оның -19 дәрежесіндегі джоульға тең болады екен. Үшінші есеп, егер шапқыш кернеу 0,8 вольтқа тең болса, онда катодтан жұлып шығарған фотоэлектрондардың енген жылдамдығы қанша? Берілген бізде кернеу, сонымен қатар енді есепте электрондар дегеннен кейін біз есепте жылдамдықты табу үшін электронның тұрақты заряды мен тұрақты өзінің массасы бар, осыларды қолданамыз. Яғни электронның тұрақты заряды 1,6 оның -19 дәрежесінде 10, және электронның массасы ол 9,1 оның -31 дәрежесінде килограмм. Біз білетіндей, бізде кинетикалық энергияның саналған формулалары бар, әртүрлі шамаларға. Бізде қарапайым үлгісі mv квадрат бөлінген 2 және электрондарға арналған. Бұл жердегі E бізде заряд және O бізде кернеу. Осы екі кинетикалық энергияны бір-бірімен теңестіре арқылы біз жаңа өрнек аламыз.
осы жерден түрлендіру арқылы біз жылдамдықты шығарамыз. Түрлендіруден біздің мына жерде электронның массасы формуламыз осындай түрге енеді. Енді біздің сандық шамаларымызды қойып, жауабын табайық. Жауабында біз 0,5 оның 6 дәрежесіндегі метр бөлінген секунд деген жауапты аламыз. Немесе біз оны басқаша 0,5 мегаметр бөлінген секунд деп аламыз. Сонымен жапқыш кернеу 0,8 вольтқа тең болғанда, біздегі фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы 0,5 мегаметр бөлінген секундқа тең болады екен. Төртінші есе фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығы 2 мегаметр бөлінген секунд болу үшін цезийдің бетіне толқын ұзындығы қандай сәулелерді жіберу керектігін анықтаңыз. Цезийдан электрондардың шығу жұмысы 1,8 электровольт. Бізде берілген екі шама жылдамдық және шығу жұмысы. Олардың барлығын есеп шығармастан бұрын біз міндетті түрде халықаралық бірліктер жүйесіне келтіруіміз керек. Халықаралық бірліктер жүйесі бойынша біз мегаметр бөлінген секундты біз метр бөлінген секундқа айналдырамыз. Мега бұл бізде оның 6 дәрежесі. Дәл осындай күйінде жазамыз. Бізде шығу жұмысы ол әрдайым джоульге тең болу керек. Сондықтан біз электровольтты джоульге айналдырамыз. Бұл кезде біз 1,8-ті біз 1,6 оның минус 19 дәрежесіндегі джоульге көбейтеміз. Халықаралық бірліктер жүйесіне келтіру үшін, себебі бізде 1 электрон вольт 1,6 оның минус 19 дәрежесіндегі джоульға тең болғандықтан. Нәтижесінде 2,188 оның минус 19 джоуль дәрежесіндегі шаманы аламыз. Сонымен қатар бізге керек шамалар ол электронның массасы, Планк тұрақтысы және жарық жылдамдығы. Және табу керек шама толқын ұзындығы. Ендеше есепті шығарайық. Ең бірінші біз оқулықтан жақсы таныс фотоэффект құбылысы үшін Эйнштейннің формуласын жазамыз. Осы жерден біз одан бұрынғы есептерді шығарғандай, мына жиілікті толқын ұзындығы арқылы өрнектеп жазамыз. Ол үшін бізге толқын ұзындығының формуласын ашайық. Бұл өз кезегінде жарық жылдамдығы бөлінген толқын ұзындығы. Енді осы жиіліктің орнына осы жарық жылдамдығы бөлінген толқын ұзындығын қоямыз. Сонда біздің теңдеуіміз осындай күйге ауысады. Енді түрлендірулер арқылы біз жай ғана толқын ұзындығына арналған формуланы табамыз. Нәтижесінде біз осындай формулаға келеміз. Енді жай ғана шамаларды қойып, есебімізді шығарамыз. Нәтижесінде біз 0,9 оның минус 6 метр шамасындағы толқын ұзындығын аламыз. Немесе басқаша біз 0,9 микрометр деп те жаза аламыз. Сонымен біздің бұл есептегі толқын ұзындығымыз 0,9 микрометрге тең болады. Бесінші есепте радиоэлементінің үлгісі альфа, бета және гамма сәулелерді шығарады, және бұл суретте бұл радиоактивті сәулелердің магнит өрісіндегі траекториялары көрсетілген. Осы суреттегі тікбұрыштардың ішінде радиоактивті сәулелердің атын жазыңыз делінген. Бізде радиоактивті үлгінің көзі, үлгісі берілген, және бізде магнит өрісіндегі олардың траекториялары көрсетілген. Бізде сәл ауытқып өткен өтімділік траекториясы бұл бізде альфа болады. Альфа бізде гелий атомдарының ағымы, және оның өтімділігі төмендеу болады. Өтімділігі өте жоғары бұл бізде гамма сәулесі,
және де өтімділігі орташа ол электрондардың ағыны болып табылатын бета сәуленуі. Алтыншы есепке көшейік. Иондаушы сәуленудің әртүрлі типі бар. Әр типтің қасиетін кестеге толтырыңыз. Алдыңғы есепте айтып кеткендей, альфа бөлшек бұл бізде гелий атомдарының ағыны. Яғни, бұл жерде біз көргенімізде оның заряды сондықтан 2-ге тең болады. Және ол шығару бұл бізде тұрақсыз ядролар болып табылады. Бета бөлшек бізде заряды -1, себебі ол мен айтып кеткендей электрондардың ағыны. Және гамма сәуле, оның ешқандай жаңағы өтімділігі өте жоғары болғасын, ол заряды 0 болады, және шығаруы тұрақты. Жетінші есеп суретте 3 түрлі X, Y және Z радиоактивті сәулелердің жүрісі көрсетілген. Біз жаңағы X, Y, Z радиоактивті сәулелер қай бөлшек немесе сәуле екенін анықтауымыз керек. Суретке назар аударып қарайтын болсақ, бізде X-тан бастайық, X сәулесі 2 мм пластик пен 10 мм алюминийдан өтіп тұр. Біз білеміз, егер бізде өтімділігі орташа жоғарыға жақын болып келетін сәуле, ол бізде бета. Яғни бізде X бета сәулесі болу керек. Енді келесісі Y. Біздегі Y-дағы сәуле тек қана 2 мм пластикке ғана өтіп тұр. Яғни өтімділігі өте төмен бізде сәуле, ол альфа. Және де өтімділігі ең жоғары, ол бізде гамма. Біздің жауапқа келетін нұсқа ол Б жауап екен. Тест форматында келген 8-ші сұрақты талдайық. Резерфорд тәжірибесінде альфа бөлшектер. Бірінші нұсқада бізде атом ядросының электростатикалық өрісімен шашырайды, екінші нысан атомдардың электрондық қабатымен шашырайды, үшіншісі атом ядросының гравитациялық өрісімен шашырайды, немесе нысан безімен шашырайды. Бұл жерде бізде дұрыс жауабы А жауабы болады. Атом ядросының электростатикалық өрісімен шашырайды. Соңғы тапсырма альфа бөлшектердің шашырауы жөніндегі тәжірибелердің нәтижелері бойынша Резерфорд атомның құрылымы туралы қорытынды жасайды. Резерфорд тәжірибесінде өте көп сандағы альфа бөлшектер алтын фольга арқылы өткенде бағытын өзгертпейді, яғни шашырамайды. Бірақ кейбір альфа бөлшектер алтын фольга арқылы өткенде 90 градустан кіші бұрыштарға шашырайды. Бұл бақылау бойынша Резерфорд қандай қорытынды жасайды? Резерфорд қорытындысы бойынша ол бізде айтады, атомның көбінесе тоғызыншы тапсырма альфа бөлшектердің шашырауы жөніндегі тәжірибелердің нәтижелері бойынша Резерфорд атомның құрылымы туралы қорытынды жасайды. Резерфорд тәжірибесінде өте көп сандағы альфа бөлшектер алтын фольга арқылы өткенде бағытын өзгертпейді, яғни шашырамайды. Бірақ кейбір альфа бөлшектер алтын фольга арқылы өткенде 90 градустан кіші бұрыштарға шашырайды. Бұл бақылау бойынша Резерфорд қандай қорытынды жасайды? Резерфорд қорытындысы бойынша ол бірнеше қорытындылар жасайды. Біріншісі ол атомның көбінесе бос кеңістіктен тұратынын анықтайды. Неге? Себебі көп альфа бөлшектері фольга арқылы бұрышсыз өтеді. Яғни тәжірибеде айтылғандай, алтын фольга арқылы өткенде олар бағытын өзгертпейді. Бұл жерден Резерфорд атомның көбінесе бос кеңістіктен тұратынын анықтаған. Алайда біздің жаңағы берілгенде айтылғандай, альфа бөлшектер алтын фольга арқылы өткенде кейбірлері кіші бұрыштарға шашыраған. Неге? Бұл арқылы ол атомның ішінде тығыз ядро бар екенін анықтаған. Кейбір альфа бөлшектер үлкен бұрышқа шашырайды, яғни себебі сол жердегі атомның ядросымен соқтығысқаннан. Сондықтан да, яғни бізде алтын фольга арқылы өткенде кейбірлері бөлшектер бағытын өзгертпеуі Резерфордты атомда көбінесе бос кеңістіктерден тұратынын анықтаған. Алайда кейбірлерінің кіші бұрыштарға шашырағаннан Резерфорд атомның ішінде тығыз ядро бар екенін анықтаған.
Неге? Себебі шашырайды олар. Себебі атомның ядросымен соқтығысқандықтан. Осымен біздің 9 сыныпқа физика пәнінен атом құрылысы бөлімі бойынша жиынтық бағалауымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.